Мына пингвин деген нәрсені балпанақ деп айтады деп желіде талқылап жатыр екен. Қазақша атау балпанақ деп. Осының дұрыс терісін айтайық. Ана үйірінен бөлініп кеткен, жалғыз кеткен тауға қарай пингвин туралы көп талқы болып жатыр ғой. Оның енді іс-әрекетіне саяқ кеткеніне қатысты ештеңе айта алмаймын. Себебі ол табиғи бір құбылыс шығар. Түсіндіріп бере алмайтын адамдар, ғалымдар түсіндіріп бере алмай жатыр. Біз енді тіл жағын қарастырайық. Негізі қазақша пингвинді балпанақ деп айтады деген пікір қате. Қате болатын себебі балпанақ деген сөзді екі негізде талдауға болады. Бірінші етістік ретінде балпаңдау, балпаң басу. Екіншісі сын есім ретінде балпиған, толық, етжеңді. Ал осы екі мағынаны қарастыратын болсақ, балпанақ деп жаңағы балпаңдаған жүрісіне қарап кәне пингвинді атап жүр, ол кейін шыққан атау. Балпанақ деген сөз бар қазақта, осы пингвиннің жүрісіне келеді екен, балпаңдап басқан деп жүрісіне. Әйтпесе ол бір толық етжең дүние емес қой. Балпаңдаған деп пішініне қарап, пошымына қарап тағы теңеп жатады қазақ. Сондықтан бұл сын есім ретінде емес, етістік ретінде ғана жаңағы балпанақ деп теңеп айтып отыр жүрісіне қарап. Ал енді балпанақ деп қазақ нені айтады? Суырды айтады. Суырдың бір түрін балпанақ дейді, баласын, жас үлкенін балпаң деп айтады. Балпаң деген осы. Ол өзі балпаңдап басады, екіншісі балпиған, үлкен болады, етжең, жуан болады. Томпақ етжеңді адамдарды да балпанақтай болып семірген деп сөйтіп теңеулетінді айтып жатады. Ал енді суырды балпанақ деп айтады деп отырмын. Түрк тілдерінің ішіндегі Тыва тілінде балпанаққа ұқсас сөз бар деп келтіріпті, бірақ мен білетін Тыва тілінде моңғол тіліне ұқсас тарбығым деп айтатын білемін. Тарбығым моңғолша, табаша тарбығым деп айтатын білемін. Осы жағын білмедім. Бірақ қазақша балпанақ деп суырға осы кеміргіш тектес жәндікті айтатын ол енді нақты. Ал енді суырға қатысты бір мәліметтер бере кетейін. Суырдың етін жемейді қазақ. Жемейтін себебі ол шөптің ең құнарлы тәттісін жесе де ініне жатқанда басын төмен салып, құйрығын жоғары салып жатады екен де тоңқайып жатады былай қарағанда. Не себебі денесіне жайылып кетеді. Сондықтан арам деп жемейді. Бір екіншісі суырды адамнан азған дейді. Ол кәдімгі адам сияқты, қыз ұзату деген бар атақты суырдың. Өзінің үйірлесін басқа жаққа ұзатады бұлар. Сонда бетін басып жылайды, адам сияқты жылайды. Немесе қақпанға түсіп қалған суырды ұрып алайын деп барсаңыз, бетін басып еңіреп ойбайлап жылайды адам сияқты. Адамнан азған деп айтатын аңыз осыдан қалғанбыз. Ал енді жүрісі денесінің пошымына қарап бұны балпанақ деп атайды. Пингвин денесінің пошымын балпанақ деуге келмейді, оның жүрісіне қарап балпаңдаған. Кейінгі кезде атау беріліп жүр. Бұл қате.